Қуаныш кетті, қайғы кетті, жиналу, қосылу, сыйластық кетті, оның артынан ажырау келеді дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл ажырау не деп аталады? Мәңгілік ажырау деп аталады. Адам ажыраған кезде, имам Ғазали деген үлкен ғалым айтады, адам дүниеден өтіп жатқан кезде жылап қиналады дейді қатты. Көрдіңіз бе? Адам жылап қатты қиналады дейді. Өздеріңіз білесіздер ғой? Иман үйруге барып жүрген шығарсыздар адамдардың. Емекеңдер жақсы біледі. Қиналып жатқан кезде адам жылайды дейді, жаман қиналады дейді, соңғы демдерін алып жатады дейді. Сонда неге жылайды деп астын сырын іздесе дейді. Осы уақытқа дейін жинаған нәрселерін қимай жылайды екен адам. Сол үшін өйткені күндерін, түндерін, тоңғанын, ыстығын бәріне төзген ол. Көрдіңіз ба? Соған төзіп, жинап, енді жетілдіріп, жетіп жатқан кезде ананы қимай қалады екен адам. Қанша еңбегі кетіп қалған ғой өйткені. Көрдіңіздер ме? Сондықтан сенің қимайтын нәрсеңді етіп дүниені жинаудың керегі жоқ дейді. Бір жеткілікті мөлшерде жаңағы Құдай сақтасын, машинасын сызып тастаған ғой бір бала. Өзінің баласы ғой, ойнап жүрген, жаңағы бір немен, шеге сияқты бірдеңемен әкесінің новыйдан алған машинасын сызып тастаған екен. Білесіздер ғой? Ол машина деген бәле болды ғой, біреудің машинасына тиіп кетсең болды, атылып арыстандай жұлқым шығады машинаның ішінен. Бергел деп. Бір машинамен туылған адам сияқты бар. Не деген жүрекке кірген деймін да, анам машинаның жүрекке кіргендігін қарасаңшы. Ана баланы аямай қолынан ұра берген істеген, баланың қолы істемей қалған, қолын кесіп тастаған баласын. Кейін жылап жатыр. Әке сурет салатыннан айырып тастадың ғой деп баласы жылаған екен. Көрдіңіз ба? Балам дүниенің машинасын алдыңа әкеп берер едің, кешірші мен деп әке жылаған екен. Көрдіңіз ба? Ашумен ана істеп тастады. Не керек? Не үшін сол? Болмайтын бір қаңылтыр үшін ше, қаңылтыр. Қаңылтыр үшін сатып жатыр адамдар бір-бірін бар ғой. Жабысып сонымен кетем деп ойлайсың ба ертең? Өзіңді жабыстырып жібермесін сол қаңылтыр бір жерде. Сол қаңылтырдан болып кетуің мүмкін ажалың бар ғой. Жабысып жүргенде. Соншалықты бүйтіп дәріптейтіндей қандай нәрсе ол? Түсінбеймін. Біреуді ұрып, төмпештеп кәдімгідей парализовать етсейтіндей не нәрсе ол? Міне сол нәрсе дейміз ау, сол жүрекке кіріп кеткен екен ғой. Көрдіңіз ба? Жүрекке кіргендігі соншалықты дүниеден өтейін деп жатқанда жылайды екен адам. Неге жылайды десе, қимайды екен ананы. Қымбат қалған ғой өйткені. Қаншама ақша жинаған ғой сол үшін. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Мінбе деп айтпаймыз. Осы молдаларға келсең дүниені мін, қандай машинамен. Бірақ сол үшін балаңды, туысқаныңды айыптап немесе ұрып бауырыңды сатып керек емес. Көріп жатсыздар ғой, өздеріңіз біліп жатсыздар, не болып жатыр қоғамда, сол нәрсе үшін. Сол бір машинаға жету үшін талай қыздар, талай адамның астынан өтіп шығып жатыр. Сонымен ақша тауып жатыр. Ол жерде ақша табуға берген жоқ Алла Тағала, бала табуға берді негізінде. Көрдіңіздер ме? Бірақ олар соған апарып жатыр өздерін. Кім оны тауып? Ол менің қарындасым. Ол сіздердің қарындастарыңыз істеп жатқан соны. Сол машинаға мінем деп істеп жатыр. Мінекей, қуаныш келді, қайғы келді, қосылу, жиналу, сыйластық келді, айналып келген кезде ажырайсың, бәрібір ажырайсың. Енді сол жинағаныңның барлығын қарасаңшы, дүниеге бар ғой, дымсыз келдің ғой, дымсыз. Біреу киіммен келді ма дүниеге? Дүниеге дымсыз келдің дейді, ғалымдар айтады. Енді сөйтіп келіп, бар күшіңді салып жинадың дейді. Соңында тастауға тура келеді дейді, қарасаңшы. Жинаған ананың соңында бар күшіңді жұмсап жинаған нәрсеңді тастауға тура келеді дейді. Және сол жинағандарың жайында есеп беруге тағы да тура келеді дейді. Көрдіңіз ба? Сумма әл-юср дейді. Юср деген жеңілдік. Бір күшті жеңіл күндер болады. Өмір бақи ауыр күндер болмайды адамның басында. Басында бұлт шалған қаралы күндер бола бермейді. Жеңіл күндер болады, сол сияқты ауыр да күндер болады дейді. Сумма суқмун уәл афия дейді. Содан кейін адамға не келеді дейді? Алла Тағала денсаулық береді дейді. Бірақ артынша
ауру береді дейді. Немесе ауру бірінші, одан кейін денсаулық береді дейді. Өмір бақи ауыратын ешкім жоқ дейді. Өмір бақи дене сау болып жүретін ешкім жоқ дейді. Адам болғаннан кейін кейде пенде не істейді? Ауырады, сырқайды. Сол кезде біз тағы да Құдайға әңгіме айтамыз. Қараңыздар. Баяғы бүкіл ауырмай жүрген күннің барлығын ұмытып кетесің. Ауырған күн болған кезде Құдайға әңгіме айтып бастайсың. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: ауырмайтын мұсылманда, малы жоғалмайтын мұсылманда хайыр жоқ дейді. Көрдіңіздер ме? Ауырмайтын, мал дүниесі жоғалмайтын мұсылманда ешқандай хайыр жоқ дейді. Бұл ауырып тұру кейбір адамдар үшін жақсы. Неге? Ауру арқылы иманға келген қаншама адамдар бар. Көрдіңіздер ме? Ауру арқылы Құдайды көп ес. Ойбай, бір кісі айтқандай, больницадағыдай тасбих толмай қалды дейді, шыққаннан кейін. Больницада азаннан қарай шейін салауат пен истиғфар жіберетін болған ғой. Енді шаруа бітті, жазылып бітті ғой. Салауат та қалды дейді, истиғфар та қалды дейді ғой. Мен айтамын, мен тағы бір ауырмадың ба деймін де, барып қайттан толтырып аласың иншалла. Біз пенде сондаймыз ғой. Басыңа қиыншылық түскен кезде, ана аударылайын деп жатқан Құранда аятта келеді ғой. Кеме аударылайын деп жатқан кезде, Құдай, Құдай деп жалынады дейді аналар ше. Кеме аударылайын деп жатыр ғой, той теңіздің ортасында. Толқын Құдай, Құдай, Раббым, есті бізді, есті деп жылайды дейді аналар ше. Жағалауға жеткеннен кейін деп отырады дейді, дым болмағандай. Өтіп кеттік толқыннан деп, өзінше өтіп кеткен адам құсап ше. Көрдіңіз бе, біз сондаймыз. Ауырған кезде бар ғой, Құдай, осыдан не қылайын, шыққаны, Аллаху акбар. Міне, өмір сондай, адамға ауру келеді, одан кейін не келеді? Денсаулық келеді. Ешкім, 30 жыл ауырған сахаба болған. Аймран ибн Хусайн деген сахаба болған. 25-30 жылдай ауырған. Қарасаңызшы, қандай мықты адам, қараңыздар. Ол кісінің ауруы өте сирек ауру жер бетіндегі. Аты есімнен шығып қалып тұр. Мынадай ауру бар екен, үлкендер білетін шығар, аға сіздер білетін шығарсыздар. Терісі сүйекке жабысып қалады екен, ет кетіп қалады екен. Қарын ішеді екен, мынадай болып. Атын ұмытып қалдым, шыдан ба бірдеңеден келеді аурудың аты. Ананы тек қана тіліп отырып емдейді екен ше, ішіндегі нелер, майларды шығарып, май жиналып қала береді. Іш былай ісетті, бірақ тері сүйекке жабысып қалған. Асқазан істемейді, сондай ауру. Сондай аурумен 25 жыл, 30 жылдай ауырған екен жаңа сахаба. Сонда сондай мықтылығы үшін жаңаға сахабаның періштелер келіп сәлем беретін болған дейді ғой, не дейсің? Неге ол мықты десек, 25-30 жыл ауырса да ешқашан Құдайға бір наразы сөз айтпаған екен. Құдай мені неге ауыртып жатсың деп айтпаған екен. Аллаға ешқандай әңгіме айтпаған екен. Жолдас балдар өзі шаршайды ғой енді, бір келеді, екі келеді, соңында жолдас балдар келмей қояды екен. Өзі сондай ғой. Жаңағы не дейді? Үйдің жылысын күннің суығында білесің, кімнің досын басыңа іс түскенде білесің дейді ғой. Шынымен ауырған кезде белгілі болып қалады ғой. Малың дүниең кеткен кезде, басыңа бұлт келген кезде, достарың өзі мас келер шешіледі өзі, кімнің дос екенін біліп қоясың. Дәл сол сияқты бұл кісінің де біраз таныстары келмей қояды. Бір-екі танысы бар екен, олар келіп тұрған, бір күн олар да келмей қойды дейді ғой. Сонымен оларға айтады ғой, сендер неғып келмей қойдыңдар десе, біз сенен ұяламыз дейді да. Бізді көрген кезде біз қысылатын сияқтысың дейді да жаңағыдай. Саудың басындағы тәжді ауру ғана көреді дейді қазақ. Айналайындар дейді. Несіне қысылам дейді да, несіне қысылам? Баяғыда қалай келіп жүрдіңдер, дәл солай келе беріңдер дейді. Мен дейді, міне 25-30 жылдай болды дейді. Құдайға тағдырыма наразы болып бірде-бір сөз айтқан жоқпын дейді. Сендерге не деп әңгіме айтам мен дейді да. Ана қарасаңшы, 30 жыл өзінің аузына ие болған. Құдай неге мені ауырттың деп бірде-бір айтпаған екен ғой. Қараңыздар. Сол үшін ол кісіге періштелер келіп сәлем беретін болған. Мәртебесін қараңыз. Мінекей сондықтан құрметті бауырлар, адамның бүкіл өмірі осы 8 нәрседен өтеді екен. Міне енді сол үлкен бүліктердің заманында біз тұрмыз қазір, иманды сақтау ауыр болған заманда тұрмыз. Айналамызда кейбір бізді иманнан тосатын адамдардың көбейген заманда тұрмыз. Білесіздер ғой, бар екен, не? Намаз бастап, немесе орамал таққың келіп, жұмаға барғың келіп жүрсе, күнәң көп па не деген әңгіме айтылады.
қойшы, сен кәдімгідей күнәһарсың ба сонша, не қылатындай? Жап-жас болып не бар саған дейді. Ту, не деген бір сөздер бар, күшті сөздер ше. Йемендік үлкен атақты шайыр болған екен. Йемендік бар ғой. Шайырларды білесіздер, ақындар. Делебесі қозады. Ой, творчествоның адамдары. Кейде бір ауыр әңгімелер етіп қойды кейде, байқамай. Сол шайырлардың бірі үлкен Йемендегі атақты. Меккеде пайғамбар шығыпты, Мұхаммед деген. Соған адамдар ілесіп жатыр екен. Сондай бір игіліктің басында жүретін кісі екен. Өтірік айтпайтын, аманатқа қиянат жасамайтын. Сондай пайғамбарымыздың бірнеше сипаттарын айтып тастағаннан кейін, мына кісі уже жасы 60-қа келіп жақындап қалған, ереуден асқан, шаршаған анадан мынадан. Сонымен адам шаршайды ғой өйткені. Адам күнәдан да шаршайды. Қашанғы жүресің? Ана рухыңды, денеңді тыныштандырам деп, әр жерден кайфуша іздеп жатсың да таба алмайсың бірақ. Қақта? Жанның тыныштығы қақта білесіздер ма? Жанның тыныштығы жәннатта дейді. Адамдар оны дүниеде кайфтан іздейді дейді, таба алмайды дейді бірақ. Ал жәннатқа не апарады? Таза рух, таза жүрек апарады дейді. Ал ол таза жүрек пен рухты қақтан алам десе, Алланы көп еске алумен аласың дейді. Көрдіңіз ба? Сол мінекей жаңағы шаршайды күнәдан. Не болса, ол болсын, сол Мұхаммедке ілесем деп, Йеменнен Меккеге 1000 километр жүріп келеді. 1000 километр қараңыздар. Қазір қай жер ме? Шымкент пен Алматыда жүр ғой 1000 километр, ә? Алматы қанша бізде? 700 ба? Ладно, мына қарай кетейік, Аралға қарай барайық. Арал 1000 километр Шымкентпен арасы. Астана бар былай қарай. Сонда қараңыздар. 1000 шақырым жерден кеп тұр ғой. Бұның келген естіп қояды барлығы. Меккенің үлкендері естіп, мынау исламды қабылдаса, дейді. Онда Йеменнің бәрі исламды қабылдайды дейді. Тіл деген кетіп қалған ғой, шайырлар ғой. Заманда, шайырлардың заманы болған сондай. Мықты. Негізі мықты ғой, кісілерді мойындау керек, ақындар, шайырлар мықты. Егер Құдайды таныса. Сонда қараңыз, барған кезде Меккенің үлкендері күтіп алды да, о, шайыр көке, қош келдіңіз Меккеге. Шотам, дейді ғой, не істеп жай жүрсіз ба деп. Жай болғанда шаршадық мына өмірден, дейді ғой, мына Мұхаммедке ілеспесек болмайды дейді. Ойбай, ау көке, оның дінінде қызға баруға болмайды деп айтады дейді. Сіз ақынсыз ғой, біз білеміз ғой сізді деп айтады. Қарасаңызшы, айтып жатқан әңгімені қарасаң. Оның дінінде неге болмайтыннан бастайсың бірден? Болатындар бар ғой. Болатын нәрседен бастау керек деп айтқан екен да баяғыда бір ұстаз. Сосын бұл айтады, мен аралап талай жердің дәмін татқанмын дейді. Итак та өзім ондайдан шаршадым дейді. Біраз есікті қаққанмын мен дейді. Сонда бұл вариант болмайды деді ғой. Алла сақтасын, бұл харам ғой өйткені. Көрдіңіз ба? Харам нәрсе. Со харам болмайды ғой деп жатыр, көрдіңіз ба? Харамыңды істеп жүре берсей деп жатыр ғой анаған. Екінші не деді? Көке, олай болатын болса, деді, Мұхаммедтің дінінде арақ ішуге болмайды деді ғой. Онысы қиын екен деп айтады дейді жаңа. Біз қасқа ішіп қалған қасқа, ішпесең арқан қозбайтын қасқа деп жаңа. Онда мен бір ойланып келейін не болса да деп айтады дейді ғой. Ана қарасай. Бір ойланып келейін, мүмкін арақты тастап қайтадан келермін деп айтты дейді жаңағы шайы. Сөйтті де 1000 километр туда обратно қайттан қайтты дейді Йеменге. Йеменге жетті, 5 айдан кейін қайтыс болып кетті дейді. Мүшрик күйінде. Ана қараңыз. Бір аяғы пайғамбардың үйінде тұрған кісі шықты да кетті дейді. Кімнің артында? Ане? Сондай адамдар бар, оларға ілесіп мүлдем керек емес. Көрдіңіз ба? Өйткені кімнің қашан өтетінін ешкім білмейді ғой, Алладан басқа. Сондықтан мына Құдай берген өмірді иманмен өткізуіміз керек. Оның ішінде кеше бір қалада болдық, мен айтпай қоя салайын, қай қала екенін, ертең интернетке шығып кетіп, ол қалаға кейін бара алмай қалып жүремін. Бір қалада уағыз айтып отырып, сұрақ қойып отырмын да. Пайғамбарымыз туралы, енді сонда әңгіме болып кетті, сұрақ қойып отырсам, 80% жамағат мешітке келіп отқан білмейді ғой сұрақтың жауабын. 80% жамағат білмейді. Сонда айтып отырмын да, мына түрімізбен біз иманды қалай сақтаймыз сонда? Қалай иман сақтаймыз? Пайғамбар танымайтын адам, қалай иман мықты болады ол кісі? О, діннің тірегі пайғамбар емес па? Көрдіңіз ба? Сол кісіні білу арқылы біз жүрегіміздегі иманды өзінің қалпында немесе одан жоғары дәрежеде сақтамаймыз ба?
Міне бауырлар қараңыздар. Осындай иман сақтау қиын болып тұрған кездегі заманда бізге әрқашан жәрдемге келетін кісі ол пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам.